2019 жылы Болат Өтемұратов қайырымдылық қорына 5 жыл болды. Өз мерейтойымыздың жылында біз көптеген қызықты жобалармен жұмыс істедік. Аутизм баршамызға бір әлем бағдарламасы аутистік спектрдің ауытқулары бар балаларға көмек көрсетуге бағытталған. Біз еліміздің түрлі қалаларында асыл мирас аутизм орталықтары желісін құрдық. Ал 2019 жылы Шымкент пен Петропавлда 2 жаңа орталық аштық. Асыл мирас бағдарламаларына 6000 бала, оның ішінде 2,5 бала тек осы жылы түсті. Қор бала мекен жобасы бойынша Қызылорда мен Арыс қалаларында 200 отбасына, мүгедектігі бар адамдарға, көп балалы отбасыларға, жетімдерге, сондай-ақ Арыстағы жарылыстардың салдарынан баспанасынан айырылғандарға арнап үйлер тұрғызды. Қор құрылтайшысы жобаға 1 миллиард 300 миллион теңге бөлді. Алматының бас ботаникалық бағын қайта құрудың белсенді фазасы басталды. Суару жүйесі жаңғыртылды. Инфрақұрылым мен кіреберіс павильондардың, партерлер мен тоғандардың құрылысы аяқталуға жақын, ағаш отырғызу басталды. Біз мүгедек балалардың ата-аналар ассоциациясымен бірлескен жобаларды жалғастырамыз. Церебралды паралич бар балаларға арналған қарқынды реабилитация және ерте килігу орталығы құрылды. Және церебралды параличі бар балалардың реабилитациясы саласында мамандар дайындауға арналған орталық құру бойынша жұмыс жүргізілуде. Қазақстанның Қызыл Ай қоғамымен бірге біз көмек картасы жобасын құрдық. Тасқын судан зардап шеккен 400 отбасына 54 миллион теңге сомаға ақшалай көмек көрсетілді. Сонымен қатар, Арыста 2000 адам 60 миллион теңге жалпы сомаға қолдау көрді. Баламан жобасы балалардың арасында салауатты өмір салтын ілгерілетеді. Ойын-сауықтық контент арқылы балалар дұрыс тамақтану мен дене шынықтырудың маңыздылығы туралы біледі. Қазақ және орыс тілдерінде 50 шақты анимацияланған видео онлайн шығарылды. Біз Батырхан Шүкенов қорының барлық жобаларына, Батырдың қазақ тіліндегі әндерінің ноталары басылымына және оның жеке әндері жинағының шығарылымына дарынды музыканттар үшін шәкіртақылар мен музыкалық сайысқа қолдау көрсетеміз. Жобалар ұлы музыканттың мұрасын сақтап қалуға бағытталады. Бурабайк 2019 спорттық музыкалық фестивалі бұрынғы жылдардың барлық рекордтарынан асып түсті. 4000-нан астам қатысушы, 300 миллион теңгеден астам қайырымдылық қаражат. Дәстүр бойынша бұл ақшаға ауруханалар үшін медициналық жабдық сатып алынады. Бурабайк фест 2019 халықаралық танымалдыққа ие болды. Оған Ивентиада Golden World Awards беделді сыйлығы берілді. Түрлі салалардағы ауқымды жобалар қайырымдылыққа 6 миллиардтан астам теңге, 100 мың бенефициар. Бұл 2019 жылдағы Болат Өтемұратов қоры.